Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Арайлым. Бүгін сіздерге осындай дәмді дымляманың рецептімен бөлісемін. Алдымен қазақ тілді каналға тіркеліп, лайк басып, қолдап кетіңіз. Видеоны соңына дейін көріңіз. Бұл дымляма өте ерекше, өйткені бұл духовкада дайындалады және банкіге салып пісіреміз. Ең бірінші біз етімізді тураймыз. Менде жылқы еті, сіздерде егер қой еті, сиыр еті немесе тауық етін де қолдансаңыздар болады. Мен етті орташа бөлікте кестім. Егер де сізде сүйекті ет болса, оны да қоса берсеңіздер болады. Кесілген етті бір ыдысқа салып, оны маринадтаймыз. Яғни сіз өзіңізге кез келген ұнайтын приправаларыңызды қоссаңыз болады. Мендегі приправалар олар зира және де смесь итальянских трав, тұз, қара бұрыш және де паприка. Қыздар, егер де сіздерде еттеріңіз тұздалған болса, онда тұзды қоспаңыздар. Тек қана өздеріңізге ұнайтын приправаларыңызды қосыңыздар. Етке дәмдеуіштерімізді қосқан соң, оны біз жақсылап араластырып, және де жарты сағатқа қалдырамыз. Бұл тағам дайындалу жолы өте оңай және де өте дәмді болып шығады. Ары қарай біз көкөністерге кірісеміз. Менде болгар бұрышы, сіздерде осылай майдалап кессеңіздер болады, немесе ірі қылып кессеңіздер болады, өз қалауларыңызша. Егер де сіздерде болгар бұрышы болмаса, онда сіз үйде кез келген қандай көкөністер бар, соның бәрін қоса берсеңіздер болады. Мендегі көкөністер ол осы болгар бұрышы және де картоп, сәбіз, орам жапырақ, сонымен қатар пияз. Көкөністер тураған кезде өте қатты майдалап жібермеңіздер, ірі көлемде немесе орташа көлемде тураңыздар. Туралған көкөністердің бәрін бір ыдысқа саламыз, тек орам жапырақтан басқасын. Енді ыдыстағы көкөністердің үстіне дәмдеуіштерімізді қосып, оны жақсылап араластырамыз. Менде тұз және де кептірілген укроп және де кептірілген сарымсақ. Сосын азғантай сұйық май құйып, оны жақсылап араластырамыз. Енді жуылған таза банкілерімізге етімізді саламыз. Сіздерде егерде осындай 1 литрлік банкі болмаса, сіздер 2 литрлікте банкіні қолдана берсеңіздер болады. Етті толығымен банкіге салып жібермеңіздер. Біз бірінші етті, сосын көкөністі, сосын тағы етті саламыз, сосын үстіне тағы көкөністі саламыз. Бәрін нығыздап сала берсеңіздер болады осылай. Достар, бұл тағамға сіздер су қоспаңыздар. Бұл тағам өзінің сөліне пісіп, өте әдемі дәмді болып шығады. Мінекей көкөністерден кейін тағы етімізді саламыз, сосын тағы көкөністі салып, үстіне орам жапырақты қоямыз. Айтпақшы, орам жапырақтың алдында осылай сары майларыңызды салып қойыңыздар. Мінекей көкөністердің бетін осылай орам жапырақпен жауып, ал банкінің бетін фольгамен жабыңыздар.
Дайын болған банкілеріңізді духовкаға 1 сағат 1,5 сағатқа 180 градусқа қойып қойыңыздар. Уайымдамаңыздар, банкілеріңіз сіздердің духовкада жарылып немесе сынып қалмайды. Мінекей мен банкілерім духовкада өз сөлінде әдемі болып пісіп жатыр. Мен 180 градуста 1,5 сағаттай пісірдім. Піскен дәміміз осылай шығады. Енді біз бұны тарелкаға салып көрейік. Мен 2-1 литрлік банканы салдым. Бұл жерде көріп тұрғаныңыздай көкөністер езілмеген, еттеріміз балғын болып піседі. Үстіне кез келген ас көкті сеуіп ұсынсаңыздар болады. Менде кинза. Бұл жерде мен сіздерге еттің кесілуін көрсетіп жатырмын, және де жеген кезде ол өте балғын, жұмсақ, шайнауды де қажет етпейді. Дымлама өте дәмді болып шықты, және де бұл көріп тұрғаныңыздай тағамға ешқандай су қоспасақ та еттің өзінің сөлі бөлініп өте керемет болып шықты. Бүгінгі рецепт сіздерге ұнаса, міндетті түрде каналыма тіркеліп, лайк басып қолдап кетіңіз. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге көп рахмет. Сіздермен бірге болған арайлым, қош сау болыңыздар.